Это видеоблог. Қайырлы күн. Біз бүгін Демежан досымыз екеуміз үлкен Алматы көліне саяхатқа бара жатырмыз. Жексенбі сағат 9:20. Мінтір. Күтіп тұр өзі, постоянно күтеді. Уағалейкумассалам. Қалай жағдай? Келді жоқ. Так, 50 везу вас. Все? Без проблем. Видеоблог. Бірінші рет бауға машинамен барады, но таксимен. Машинада екі аяғымен пыр-пыр етіп шығып кетеді. Таксимен жетіп қалдық. Байдымалар машинамен жетті. Бізді Трубаға дейін әкелема дебек, жоқ. Алмарасанның осы бір бөлігіне, осы бір жеріне пост қондырыпты. Содан Трубаға бір кететтен 1-2-3 километрдей бар. Таксидің құны 1000 теңге. Демежан екеуміз екі аяқтықпен кеттік. Осыдан өте бергеннен кейін осындай кішкене су ағып жатыр. Егер жоғары көтерілсек, водопад бар кішігірім. Соны көріп кетейік. Водопадтың аты қандай? Алмарасан. Аюса емес па? Мынандай бір тау бар екен. Осы тауға қазақ ырымдатып мынандай шүберектер тағып кетеді екен. Бұрында қазақтар көші-қонмен айналысып жүргенде бір жаққа барып жатқанда, алыс жолға шыққанда өстіп ағашқа байлап кетеді екен. Жұпқа, бір шүберек матаның жыртығын қайтып келе жатқан кезде жолдан адаспау үшін ориентир ғой. Сол үшін өстіп именно өстіп бұл ырым айналып кеткен екен. Адамдар өстіп жүрген жерлерінде матаның жыртығын байлап кету ырым секілді болып кеткен екен де. Қазақ болып туымағанда нетерем. Бір ретте бір досым екеуміз келіп, машинаның жолымен көтерілеміз деп, жолды білмей келіп, осылай машинаның жолымен кеткенбіз. Бірақ ол өте ұзақ. Сондықтан біздің қателікті қайталамаңыздар. Бұрылатын жерден тіке. Трубаға келіп жеттік. Қызық пен қиындықтың көкесі алда дейсің ғой. Осы жерден Трубамен жоғарыға жол басталады. Төменде бұл жерде кішігірім. Неше сағат деп отырсың енді өзің? Бір 30 минут қой. На связи. 17 соған, кеше ғана. Сүп свежий. Улыбаюсь через силу, только да, я сам себе противен. Говорят, все будет хорошо, я тоже наблюдаю за эфирами. И кто из вас сделан из стали, хочу перемен. Может, время настало? Так просто хотите ожидать мало, но в окно плюнул, забил на всех дунул. Я что-то попытался рассказать толпе, фидбэк без действий. Так и будешь на дне. Сильное желание оставаться без дел. Глупо знаешь сам, но мы весь день тупим. Везде купим, здесь ты скопим. Да, здесь утро уже газ пол, летим за ним бешеный тип. За рулем мы тебя настигнем, дела, беги.
тереңдігі 50 метр, ұзындығы 1,5 километр болатын теңіз деңгейінен 2511 метрде орналасқан үлкен Алматы көліне келіп жеттік. Осы көлдің оң жағында көріп отырғандарыңыздай шың бар. Ол шың Совет шыңы. Сонымен қатар өзеннің сол жағында үлкен Алматы шыңы орналасқан. Ал өзеннің ар жағында Қырғызстан мемлекетіне жетуге болады. Үлкен Алматы көлі Тянь-Шань көлдерінің көпшілігі тәрізді тектоникалық өзгерістердің, яғни жер сілкінісі барысында пайда болған. Осы маңдағы Тянь-Шань астрономиялық обсерваториясы бар ең ежелгі мұздау қапта орналасқан ауылды да естен шығаруға болмайды. Ол көлден 2 километр қашықтықта және 2700 метр биіктікте орналасқан. Одан сәл жоғарыда 3300 метр биіктікте космос сәулелерін зерттеу станциясы бар. 4 мезгілінде 4 түрлі түсте болатын үлкен Алматы көлі мен үшін күз мезгілінде ең әдемі, ең керемет көрініске ие. Осенью тоже клёво. Үлкен Алматы көлі стратегиялық нысан болып табылатындықтан шекара қызметкерлерінің бақылауында. Себебі осы көлдің су арқылы Алматы қаласының кейбір аудандарын ауыз сумен қамтамасыз етіліп отыр. Қарым ашып кетті. Тамақ істеп тамақ жейікші. Это видеолог. Тамақ. Тамақта көп сияқты бір адам. Тамақ істейтін бір адам. Тамақ істейтін бір адам. Мен осы ингредиенттерді сатып алып келдім. Су, чай ішеміз. Мынау не дейсіздер? Шемшік чай қалыпты сол. Үлкен Алматы көлінде кішігірім апгрейд. Мынадай табличка орнатқан екен QR кодымен. Бірақ бір өкініштісі ешқандай қазақша ақпарат жоқ. Сонымен қатар мұнда беседка жасап шығарған екен. Мынадай кішкентай баспалдақ. Әзірге көріп жатқан жаңашылдықтардың байқап жатқанымыз осы. Табиғат аясында шай қайнап жатыр. Тамақ дайын. Үлкен Алматы көлінде тек қана орында аяулы жар. Так, сонымен біз шықтық 2 сағатта шықтық. Енді тамақ жеп төртке түсіп қайтып бара жатырмыз. Сағат 14:00-де басталды. Көреміз қанша уақытта жететінімізді. Трубадан өттік, кеттік, әрі қарай жайдақ жолменен Алматыға.